Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен қазыны қалай жаңағы дайындауды көрсетеміз. Мына жерге мен мынау жас байталдың, 2 жасар байталдың қазысы кеше соғым сойған болатынбыз. Енді осы қазыны мына жерге 2 қазыны табаққа бөлек салып қойдым. Сол қазыны қалай жаңағы тұздап, бұрыштап, қалай жаңағы асуға дайындап, сақтауға дайындауды бүгін сіздермен бөліскелі отырмын. Ол үшін біздерге не керек? Ол үшін біздерге әрине ең бірінші тұз керек. Өздеріңіз білесіздер, қара бұрыш керек. Таза, кәдімгі 100% таза бұрыш. Ол үшін жаңағы дөңгелек қара бұрыштар бар ғой, соны мынадай неден өткіземіз. Одан кейін мынау сарымсақ керек бізге, чеснок дейміз ғой. Осы үшеуі дәмдеуіш, басқа ештеңе қоспаймыз. Мына жерде де қара бұрыштың майдаланған қара бұрышы, мына қара бұрыш, анандай майдаланған қара бұрыш дейді бұны. Енді осындай жаңа дәмдеуіштерімді дайындап қойдым. Енді оған құралдар, қандай құралдар керек? Мына чеснокты не қылу үшін, езу үшін мынау чеснокты қысқыш керек. Сосын мынау жаңағы кесу үшін не керек? Пышақ керек. Сосын байлайтын жіп керек, мінекей. Кәдімгі, ешқандай да несі жоқ, кәдімгі жіп. Бұл енді қала жағдайында. Қазір өздеріңізге белгілі, біз етті сатып алған кезде көбінесе шек болмай жатады, шек жетпей жатады. Сондықтан мынау жаңағы пищевая пленка дейді ғой, тағамның мынандай жұқа орау үшін пайдаланамыз. Соны сіздерге көрсетпекпін. Шек болмаған жағдайда. Әрине, шек болған жағдайда шекке айналдырғанға ештеңе жетпейді. Бірақ дегенмен де мынау қазіргі заманның талабына сай көбінесе шек жаңағы жетпей жатады, сатылып кетіп жатады. Не болмаса шегін жаңағындай алмай қалады. Сондайда жаңағы осы тығырық жолдан қалай шығуды мен сіздерге көрсетемін. Бұдан жаңағы ешқандай да қазының жаңағы сапасы төмендемейді, етпен бірге асылады. Піскеннен кейін табаққа салар кезде тек қана пленкасын сыдырып алып тастауға болады. Кесіп жіберіп, шетінің жігін оралған нені алып тастауға болады. Так, ең алдымен біз мынау чеснокты аршып, оны мына үкіштен өткізіп аламыз, е? Үкіштен өткіземіз. Мына чесногымыз қазір былай қылып аршып алып, неге чеснокқа салып, үкіштен өткіземіз. Чесноктан үкіштен өткізіп аламыз былай. Бейтіп барлық жаңағы чеснокты осылай өткіземіз. Чесногымыз өтіп дайын болды. Чеснокты 3 бас чеснок толық өткіздік. Енді осы чеснокты алдымен жаңағы не қыламыз. Мынау тұздаулы қазы. Тұзын сеуіп қойдық. Енді осы неге чеснокқа қазыға мынадай қара бұрышты себеміз. Қара бұрыш жаңағы таза, ешқандай қосылмаған, үгітілмеген, өзі үгітіліп жатыр мінекей. Осылай қара бұрышты таза қосып шығамыз. Мінекей, осылайынан. Бұлай қырынан да қара бұрыш өте жақсы дәмдеуіштердің бірі. Егерде ол ешқандай қосылмаған болса, біз қолымызды сүртіп жіберейік. Ол майланса өтпей қалады бұл да. Осылай. Қара бұрышты шамасынша саламыз. Бұл да дәмдеуіштер, тұзы да, бұрышы да неге байланысты ғой? Адамның, өздерінің отбасындағы адамдардың несіне байланысты? Қалауына байланысты, е? Өстіп мені бұрышты сеуіп алғаннан кейін, бұрышты сеуіп алғасын, біз жаңағы чеснокты жағамыз. Мына жерлерге кішкене жағда бұрыш салып жіберейік. Өте тамаша болды. Енді біз мынау дайын тұрған чеснокты ақырын қазыларға былай қолымызға алып аламыз да, былай жағып шығамыз. Жамана, былай қатты, мінекей. Бұны да қалауынша. Бұл етке әбден қазыға сіңеді дағы өте керемет жаңағындай дәм береді. Астына да жаңағы бұрыштың үстінен. Тұзы себулі болған енді. Тұзды алдын ала сеп қойғанмын. Тұзды да қалауынша себеді. Кейбір кісілер жаңағы ашылау болған жақсы көреді. Кейбір кісілер орташа, кейбір кісілер кейде жаңағы өз қалауынша астап қана тұздайды. Міне осылай жағып шығамыз.
осылай қылып асықпай. Мінекей. Міне осылай жап шығамыз. Көрдіңіздер ме? Жап шығамыз. Міне қарасаңыздар, чеснок толық жағылды. Енді осы жағылған чеснокты барлық жамағына жағамыз. Ол өзі мынау жаңа айттым ғой, мына тарам несіне ораудың не үшін ораймыз? Өйткені мына чесноктың дәмі жаңағы өзінде әдемі сақталу үшін, өзіне сіңімді болып, солай сақталу үшін піскен кезде де өте әдемі болып осылай не қылады. Өте дәмді болады. Міне осы басқа ештеңе қосылмайды. Тұз, жаңағы чеснок және қарабұрыш. Таза қарабұрыш. Осымен чеснок қасы толығымен мені не қылып чеснокқа не қылды. Мінекей. Шыланды. Енді осыны қазір орағаймыз. Қатты біз өзі қалауынша. Не нәрсе болсын әр адамның отбасының жаңағы қалауынша осылай жасалады. Ал енді тағамдық пленканы мен мына жерге кескен жоқпын әлі, бірақ бұлай дайындап жазып жатырмын. Бұлай жазып аламыз. Міне сіздерге көрініп тұр ма? Міне пищевой тағамдық пленканы не болмаса тағамдық орауыш дейміз қазақша. Осы орауышты бұлай қойып аламыз. Енді қазымызды қазір так, енді қойып алдық та. Мына қазының сүйегі бар жағын бөлек кестім. Сүйегі жоқ жағын міне былай орналастырамыз. Ненің үстіне? Пленканың үстіне қырынан қойып жатырмын, байқап отқан шығарсыздар. Мінекей қырынан қойып жатырмын. Кішкене мына жағын, жаңағы бас жағын орау үшін артығырақ қалдырамыз. Ол үшін мінекей былай басын былай бүктеп бері жабу үшін осылай артығырақ қалдырамыз. Оны былайынша бүктейміз. Былай бүктейміз. Одан кейін ақырын былай дөңгелетіп бүктейміз. Мына қазыны өзінің несімен жаңағы өзінің жаңағы қыртыстары бар ғой, еті, майы деген сияқты. Осыларды жаңағы өзінің орнына келтіреміз былай. Сосын кейін ақырын былай ораймыз. Пленка деген кішкене жабысып қалады, неғып қалады, оны бүйтіп созып отыру керек. Сосын жаңа бұл қиғашынан оралды ғой, сондықтан бұл жаңағы қиғашынан әдемі болып не қылады, жазылып шығады. Түсіп қалған чеснок нелері болса, ішіне қарай келтіріп жібереміз. Көрдіңіздер ме? Қиғашынан оралғасын осылай болып шықты. Енді осылай орап алғаннан кейін артығымен кесеміз. Артығымен пленканы кесіп аламыздар. 50 сантиметрдей, 50 жарты метрдей артық кесіп аламыз. Сыртынан тағы да орап шығамыз. Бұның да бас жағын жаңағы секілді чеснокты ішіне салып жіберейік. Былай қып. Қайырып. Так, бір рет орап жіберейік. Былай қып. Орап, одан кейін қайыра жауып, былай ұсындығына дейін келтіреміз. Бұлай істейтін себебіміз, анаң жағы оралған арасынан жаңағы не қылмас үшін, ауа шығып кетпес үшін, жаңағы дәмдеуіштері шығып кетпеу үшін. Көп орамаймыз, жаңағы бір рет қиғашынан орап шықтық, енді одан кейін жаңағы, бұл да онша жалпақ емес қой, бірақ орауға жарайды. Жыртылып кетсе де ештеңе болмайды, бүйтіп жапсыра саламыз. Үстеміз, міне қазымыз дайын болды. Бұл піскенге де жақсы, піскен кезде де жаңағы өзінің формасын сақтайды біріншіден. Эстетикалық жағы ғой енді ол. Екіншіден дәмі өзінде сақталады.
Үшіншіден, жаңағы ешқандай зияны ештемесі жоқ. Шек болмаған жағдайда осылай істеуге болады. Мінекей, бұның ешқандай жаңағы несі жоқ, тағамға арналған пленка. Иә, мінекей. Қазымыз дайын. Бұл қазыны кішкене жаңағы суықта тұрады ғой, енді жылы жерде сақтамай, кішкене иіңкіреп, былай дөңгелетіп қоямыз барлығын. Қатар-қатар. Неге дейтін болсақ, жаңағы бұл қазанға кастрюльге салған кезде ұзын болса, қатып тұрады ғой алғашында. Сол кезде осылай ыңғайлы болады. Мына чесноктың дәмі, дәмдеуіштер өте жақсы сіңеді мұнда. Тұзы уже өзінде, тұзы еріп сіңді. Пісірген кезде ақырын ғана инемен піспектеп тесіп қоюға болады. Сорпаға дәмі шығады, май шығады, қалауынша. Міне. Осылайша. Енді айтпақшы, мына жібіміз бар ғой. Жіпті бір жоға көрсетейін. Біз жаңағы қоя салмаймыз. Енді мынандай жіппен, дүкеннің кәдімгідей жібі. Жаңа көрсеттім ғой. Осымен басын, колбасалар болады ғой. Колбасалар сияқты басын осы жіңішке қалпымен де орай беруге болады. Өйткені жаңағы бұның ешқандай да несі жоқ. Бұл қатты қозғала бермейді. Бұл жіп тамақты жіп негізі. Қазіргі тігетін жіптер ғой. Мінекей. Жіңішке жіп. Осы бір қабатымен екі қабат қылам десеңдер, екі қабатымен былай бір айналып бір басып аласыздар да. Мынау салафан жаңағы мынау пленкасы ашылып кетпес үшін былай бір-бірлеп не сияқты ғой. Колбасаларды болады ғой. Солай былай қатты қыспай-ақ, боста жібермей, қатты қыспай мынадай шығамыз. Бұл жаңағы пісіп жатқан кезде, алып салып жатқан кезде жаңағы не қылмауға жақсы. Былай екінші қайтарып шығуға да болады. Бұл жібі үзіліп кетпейді, екінші кері не қылуға да болады. Мына өзінің жаңағы таза бұрышымен қолмен былай кесеміз да. Шетіне, бір жақ шетіне жаңағы байлаған жердегі мына ұш бар емес пе? Жіптің ұшы. Сол жаққа қайтадан байлай салуға болады. Ешқандай да шек жоқ деп қиналмай-ақ осылай істеуге болады. Ал кейбір адамдар қазыны ашық күйінде әдемі пісіреді. Оған біздің енді дәу қазандарымыз жоқ, қалалық жағдайда, мынау электр пешінде, не болмаса газ пешінде, оған қазан қоя алмайсың, даладағы от жағып жатқан емес. Әйтпесе, жаңағы олай пісіргенге не жетсін әрине. Міне, қазымыз дайын. Мінекей осылай дайындап. Әрқайсысын. Енді менде мына жерде жаңағы бір шара қазы тұр. Тұзда жаңағы чеснок жағып қойғаным. Үстіп біртіндеп чесноктарын жағанда жаңағы барлығын не қылып қоямын. Осылай қылып дайындап қоямын. Енді мына қазының екінші жағы бар емес пе? Сүйегі бар жағы міне. Бұл да дайын тұр ғой. Бұны да орап жаңағы қаз қылуға болады. Сүйегі барын бөлек, сүйегі жоқ. Жаңағы екеуі бір қазы ғой енді, негізі мынау мен мына екеуі. Оны бір қазы көбірек кісі болатын болса, осы екеуін екі бөлінген күйінде осылай салып жіберуге болады. Ал кей кездері мынадай жағын кісіге қонаққа саламыз да, мынадай сүйегі бар жағын отбасында ет басқан кезде анда-санда асуға болады. Өйткені енді қатты шылқаған мынадай майды жастар жей қоймайды ғой, бәріміз де кейде жей алмаймыз. Сондықтан отбасында мына сүйегі бар жағын асып, үй кісі қонақ күткен кезде мынадай жаңағы жылбағын не қыламыз, асуға болады. Мінекей, қазақтың қазанына, қара қазанына тезекті салып, далада түтінін бұрқыратып пісірген қазға әрине ештеңе жетпейді. Бірақ мынау қалалық жағдайда, үйде, кастрюльде тоққа пісірген кезде, осындай шек жоқ кезде әрине осындай амалдар жасауға болады. Бүгін мінекей байталдың, 2 жасар байталдың несін, қазысын дәмдеуіштер сеуіп, сақтауға дайындап жатырмыз. Жеуге сақтауға тұздап, бұрыштап, сарымсақтап, және сонымен бірге мынадай қып жаңағы пешевой пленка дейді, не болмаса орауыш дейді. Соған мені осылай орап қойып дайындап жатырмыз. Чеснок қосылды, және тұз бен қара бұрыш қосылды. Таза. Басқа ешқандай қоспа жоқ арасында. Жерде чеснок жағып қойғанымыз. Барлық қазыларды мінекей жасап бітірдік. Мінекей барлық қазыларды әртүрлі болып кестік. Кейбір қазыларды ұзын 60-70 сантиметр, кейбіреулері 50 сантиметр, кейбіреулері мінекей 40 сантиметрдей, 40 сантиметрдей болды. Мына тарелкада, табақшада жаңағы үйде жейтін қазылар, мінекей телшігі, мынадай қазылар, қысқа сүйегімен қазылар, бір рет тұрмай, мына осындай қысқа қып бұларды 20 сантиметрдей қылып кестік ұзындықтарын. 20-дан сәл-пәл асатындары да бар. Табақ қой, кішірек табақ.
Со бойымен бірдей болып тұр. 20 сантиметр, 25 сантиметр бұл үйде жаңағы отбасында жеуге дайындалған қазылар, мыналар кісілерге салынады. Жаңағы кісілерге салынатын қазылар. Сонымен бүгінгі қазыны даярлау әдісіміз аяқталды. Қазір бұны жаңағы 1-2 сағат қойып қоямыз өз-өзіне келу үшін. Содан кейін мынау морозилканың ішіне саламыз. Морозилкаға саламыз, кейбіреуін балконға да қоямыз.